Баршаңызға қайырлы күн. Менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздерге бүгін осындай кереметтей болып шығатын мясо по-французски жасауға кеңес беремін. Видеоны соңына дейін көріп, лайк басуды ұмытып кетпеңіздер. Ол үшін бізге қажетті заттар: картоп, болгар бұрышы, тартылған ет, пияз және қызанақ. Ең алдымен бізге картопымызды турап алу қажет. Тым жұқа, тым қалың қылмай тураймыз, видеода көрсетілгендей. Шамамен 2-3 мм. Бұл тағам өте дәмді әрі тез дайындалады. Түскі асқа, кешкі асқа таптырмайтын тағам. Жасап көруге кеңес беремін. Картопымызды турап болған соң, пиязымызды видеода көрсетілгендей турап аламыз. Болгар бұрыш екеуін. Мен бұл видеода мұздатылған болгар бұрышын пайдаландым. Сіздер өз қалауларыңызбен пайдаласаңыздар болады. Енді табаға май құйып, қызартып, қуырып аламыз. Ендігі кезекте пиязымыз қуырылғанша тартылған етімізге татымына қарай тұз, бұрыш және өзіңіз қалаған дәмдеуіштерді пайдалансаңыздар болады. Жақсылап араластырып аламыз. Өте тез дайындалатын тағамның бірі. Табамызға май жағып, жаңағы дайындалып алған картопымызды біркелкі етіп тізіп шығамыз. Тізіп шығамыз. Содан соң тұз сеуіп, мен бұл видеода кондитерлік мешокпен пайдаландым. Кішкене майонез жағып шықтым. Сіздер өз қалауларыңыз бойынша жасасаңыздар болады. Бұл міндетті емес. Енді осының үстіне етімізді қойып шығамыз. Осы мезетте пиязымыз бен болгар бұрышымыз қуырылып шықты. Енді осы етіміздің үстіне қойып шығамыз. Помидорды тіземіз. Біркелкі етіп. Енді бізге осы мясо по-французскиміздің үстіне құятын тұздығын жасаймыз. Ол үшін бізге күштен өткізілген ірімшік, жұмыртқа және де қаймақ қажет болады. Мен описание бөліміне қанша граммдарын пайдаланғанымды жазып қалдырып кететін боламын. Сіздер сол жерден асықпай көріп, өздеріңізге сақтап алсаңыздар болады. Жақсылап осы тұздығымызды араластырып аламыз. Осы тұздықпен өте керемет дәмді болып шығады. Жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Дайын болған тұздығымызды әдемілеп құйып шығамыз. Пешімізді 180 градусқа қыздырып 50 минутта пісіп шығады. Міне осылай керемет дәмді болып шығады. Сіздермен болған Айжан. Менің каналыма тіркеліп лайк басып кеттіңіздер.